Қазір мәселен әлемге шыққан кезде қазақ деген сөз ешқандай артықшылық бермейді. Әлемдік тұрғыда қазақ төрге отыр, пәленше деген босағаға бар деген қағида жоқ. Ұлт туралы пікірді жекелеген адамдар қалыптастырады. Кәсібіңе, біліктілігіңе, білімдігіңе, профессионализмге сәйкес соныңа қарап өзіңді құрметтейді. Сол арқылы ұлтыңды сыйлайды. Единица болмаса не болады өңкей деген сияқты ұлттық сипатымыздың алдында, қазақ деген сөздің алдында кәсіби қазақ, білімді қазақ, ғалым қазақ деген сөз тұрса ғана қазақтың құны артады. Өзің ішінде, көршің ішінде, әлем алдында да. Сонда өзіңе де, өзге де сыйлы болудың жолы іскер, жауапкершілігі мол, табан ізін білетін. Бір сөзбен айтқанда кәсіби адам болу ғой. Абайдың қалаған қазақ осы қазақ. Бірақ Абай оны жай ғана қалаған жоқ. Абайдың даналығы сол, оның жолын айтады. Ол қалай? Мысалы, батыста адамның өз алдына мақсат қою үшін, өзін жетілдіру үшін жасақталған смарт дейтін жүйесі бар. Иә? Оның негізі қағидасы бойынша адамның мақсаты бірінші айқын болу керек, анық. Не өзіңе қажет екенін білуің керек. Екінші, сандық сапалық тұрғыда өлшеуге келетін болу керек. Мына орыстың өзінің менеджерлердің айтатыны бар, то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. Бір нәрсе өлшемі болу керек, нақты. Үшінші, қолжетімді, доступный деген сөз. Қолжетімді болу керек. Төртінші, өзекті болу керек. Оған қажеттілік болу керек. Одан кейін белгілі бір уақыт шеңберіне қойылған болу керек.